Елордада жалпы қалалық сенбілік өтті. Оған 62 мыңнан астам адам қатысты. Мемлекеттік орган өкілдері, еңбек ұжымдары, қоғам қайраткерлері мен қаланың белсенді тұрғындары тазалық пен тәртіптің орнауына өз үлесін қосты. Сенбі сағат 9:00 әдетте бұл тәтті ұйқының құшағында балбырап жататын кез. Алайда қала тұрғындары қолдарына сыпырғы, дорба және күрек алып, сенбілікке шықты. Қаланың 5 ауданы бойынша мекемелердің бәріне бірдей тазалау аймақтары бөлінді. Біз әуежайдан Астана Жұлдызы монументіне дейін жалғасқан аумаққа барып едік, тұрғындар бір кісіде атсалысып жұмысқа кірісіп кеткен. Дұрыс бір жағынан. Тазалық деген адам денсаулығы бұрынғыдай емес, қазір Астана жайнап келатыр. За чистый город надо бороться. Қаламыздың тазалығы үшін еңбектеніп жатырмыз. Көңіл күйімізде, ауа райы да жақсы. Алманара Адамова сенбілік өткізуді қазақ дәстүрімен байланыстырады. Бала тәрбиесінде де маңызды рөл ойнайтынын айтады. Жалпы қазақ халқының өзінің дәстүрінде қарап отырсаңыздар, көктем келіп күннің шуағы төгілген кезден бастап үйінің айналасын тазалап, ағаш отырғызып, баласын, немересін ертіп жүріп, сол нәрсенің барлығын көрсетіп, бұлақтың көзін ашып, сондай нәрсені жасайтын қазақ, сондықтан да ол өзінің қанында, санасында бар. Сенбілік барысында қаладан 1000 тоннадан астам қоқыс жиналып шығарылды. Елорданың 3,3 миллион шаршы метр жері тазартылды. Бір күнде 5 ауданда 8 мыңға жуық жасыл желек отырғызылды. Отбасымызбен бірге негізінен 6 ағаш отырғыздық. 2 апта сайын, әр ай сайын жасасақ, қаламыз таза болады деген ойдамын. Соған қатысып қуанамыз. Апта бойы жұмыста офиста отырамыз. Ал мұнда табиғат аясына келіп, ағаш отырғызып, біраз сергіп қалдым. Меніңше бұл өте жақсы идея. Естеріңізге сала кетейік, Жасыл Астана эко-айы 6 мамырға дейін жалғасады. Әкімдік тұрғындарды тазалау мен көгалдандыру жұмыстарына белсене атсалысуға шақырады. Аружан Серік, Райымбек Бегужаев, Жібек жолы.